Selam aleyküm saygılı seyirciler. Bugün avgustun 4'ü efirde zaman. Studiyada Şevket Amatulayev çalışmakta. Ахмежитте Яңы Дүния Қырым-Татар газетасының редакциясына абырап кеттілер. Жинайчылар бинадан 5 иш компьютері ве газетаның электрон архивini қырсыладылар. Тапсилатлыжа бізім левхамызда. Яңы Дүния газетасының хадимлері үшін бұл hafta хырсызлықтан башланды. Муариреттен иш білгесі ярылары хырсызланды. Саба хадимлер бинаның екінші қатындан анақтар тапып оламадылар. Қапыны едек анақтарнен açtılar. О вақыт хадимлер хырсызлық хақында білділер. Açtım bunu, mınavı kapağından son keldim mınavı. Mında kapalı edi, mında bütün şey, mınavı da kapalı edi, mınavı kapı. Ben açtım böyle, mında da açtım kapını. Baksam mında bir şey yok. Kompüterler, neler, mında kalabalık, kiyatlar, polda yatalar. Хадимлер бірден полиция чағырдылар. Ама құқық қорыжылар тек ақшам келіп, ариза алдылар. Жинайы иш açılды. Ама екінші қаттаки оддаға полиция кірмеді. Тек оларның зияретінден сон газета хадимлері кілітні бозып, içine кірділер ве кетірілген зарарны белгіледілер. Муариреттен 5 білгісаяр фотоаппаратылар ве принтер йоқылды. Бір қачпек ескі білгісаярларны жәнәйчілер қалдырдылар. 100.000 rubleden ziyade getirilgen maddi zarar çünkü kompüterlerin fiyatı ve işte modemlerin nelerin öyle 100.000'den ziyade zarar getirildi. En maddi zarardan da ziyade biz için en bu hırsızlıkta en facialı tarafı şu ki gazetamızın bütün arşivi gayip oldu çünkü o kompüterlerde gazetanın arşivi var idi. Хырсызлар аты эски киятлар ве газеталарны карыштырдылар. Абуне абонементлерны йырттылар. Баш муарир Зера Бекированың фикрине көре, бу ади бір хырсызлыктыр. Bunda bir siyasi bir ne görmeyimiz, belki adli bir hırsızlıktır. Lakin işte gazetamız böyle bir teknikasız kaldı. Бу вакыйга бакмадан газета хадимлери ишлерини девам этелер. Журналистлер вактынча материалларны эвде язырылачаклар. Муаририетте Яңы Дүниянын яңы саныны өз вакытта чыгармага сөз берелер. Газета буйсунган Миллетлер комитетинде эсе якын вакытта журналистлерге керек техниканы бермеге ваде эттилер. Элиф Абдулла, Ахмед Акай, Заман, Атайар. Ахмежиттеки Гаспринский адына китапханеге АТР телеканалының хадимлеріні қоймадылар. Бөле қарарының китапхане мудирі Қырымнан Рус мемориятынден келген тевсиеден сон қабыл етті. Белі кешімде АТР телеканалының хадимлері қануни шекілде чалышалар. Чекімлерді Роскомнадзор берген изін esasында өзлеріні Квинмедиа матбуат вастасы кебі таныталар. Евелсі белі олғаны кебі сонки вақытлары бірінші Қырым-Татар телеканалының хадимлеріне Девлет, Акимет ве Меденет мөйселерінде чалышмаға ясақ етілген еді. Өлдірілген Русия мұхалифетші Борис Немцовның қызы Жанна бүгін Полония акиметінің Солидарность премиясына наил олды. 700.000 евроны Украинада хайрия ешлеріне қоланмаға планлаштыра. Жанна майданда иляк олғанларының қоранталарына ярдым көстермеге істей. Бұне бәрабер АТР телеканалына мадди ярдым көстережегіні білдірді. Оның айтқанына көре АТР бұ азатлық сесінің қалесідір. Солидарность премиясы демократияны қорчалавы үшін тайынлене. Ғалибы екеліне берабер 1 миллион евро сайбы ола. Кечкен сені бұл премияға Қырым-Татар халық лидері Мустафа Джемилев наил олған еді. Активист Таир Смедляевның іші августың 18-не кечірілді. Себебі махкемеге адлиеджі келіп оламады. Белі ке ішінің үшінші отырышы олмақ керек еді. Таир Смедляев кечкен сені майысының үшінде Мустафа Джемилевні қаршылағанда иштирак еткен еді. Смедляев та кечкен сені октябрның 22-сінде яқаланған еді. Яңы елдан соң оны есе апстен кафелетке еберділер. У адвоката тоже было с утра ранее назначенное заседание, которое, к сожалению, только закончилось, и поэтому по объективным причинам он просто не успел приехать сюда. Неч карарлар оны алла біле, олардан беклеме тірлішілер мүлкін. Но он пек зарары тегмейecek мен. Bu neden korkmayın men. Ветанда yaşap, ana baba toprağımızda evde olup bir zarar görmeyeceğim.
45 яшлық Межит районының Сакина Эдеме Булисовны 40 bin рублеге жезаладылар. Санкио кечкен сені майысының учынде Эрмени базарда Беркут хадимлеріне ұжым еткен. Қырымның Рус мемориетінің прокуратурасы білдіргенне көре Беркут хадиміне хафлы олмаған ұжым япылған. Прокуратурада айтқанларына көре Булисов өз қабатыны таныды. Кечкен сені майысының учынде Қырымда бұйық нұмайшылар олып кечкен еді. Окыны Қырымға халық лидері Мустафа Джемилевні ебермеген еділер. Қырымда қырым татарларының ақылары бозылғаны себебінден Украинаның Адлиеже Назирлігі Русияге қаршы 4-ші махкеме шикаетін азырлады. Аризаны Авропа инсан ақылары Қорчалав махкемесіне yollayacaklar. Назир Павел Петренко білдіргенне көре, келечек автомойсе избатларыны топлап бітірмек керек. Евелсі Украина Русияге қаршы 3 аризаны берген еді. Қырымнан Ишғалі ве Донбаста башланған женг үшін. Мова йде про нові факти порушень прав людини на території Криму, в першу чергу прав нашого корінного українського народу, українських татар, які там проживають, які зараз найбільше потерпають від переслідувань з боку окупаційної влади. Ми ставимо питання перед Європейським судом про наявність політичних мотивів переслідування. Мевзуны девам етеміз. Украина Адлиеже Назирлігі Қырым ішлері бойынша координацион шурасыны тешкіл етежек. Оларның әркиянына ұқық қорыжылармен берабер меджлис темсілжілері де кірежек. Олар евелсі тешкіл етілген Қырым ішлері бойынша агенциядан чалышажақлар. Шура ерафта топлашмаға планлаштыра. Бірінші топлашуда мобиль нотариус группаларыны тешкіл етежеклер. Адлиежелер сыңырда кечуф ноқталарында чалышажақлар, анда есе Украина весеқаларыны алмаға істеген Қырым сакинлері мұражат ете білелер. Меселелер тез бақылсын деп, Адлиеже Назирлігінде өз сайфесінде ариза бермек үшін сайфе açılacak. Сайфелеріні Қырым татар тіліне де тержіме етежеклер. Люди дуже відчутливо відносяться до того, чи взагалі демонструє держава свою увагу і свою турботу до тих, які опинилися на окупованій території. Конгресс тешкілятшылары бұтын дүнияға өз фәалиетіні ве Русия тарафындан олған басқыны айдынлаттылар. Бұл вақта Қырым бірлігі тешкілятының елбасшысы Ситумир Неметулаев білдірді. Оның фікіріне көре енді есе Қырым татарларға олған мұнасебет бұтын дүнияға белі олды. Чүнке бұтын дүния Конгрессні жанлы яйында бақа білді. Оның сөздеріне көре бойсе Русияның тыш ве ішкі сиясетінің итибарыны түшіре. Бұне берабер Қырым бірлігі елбасшысы айтқанына көре тешкілят сесендірген фікірлеріні акимет бежермек керек еді. Mesela Ленин мейданда матем күнні кечірмек керек еді, АТР телеканалыны қапатмамақ керек еді. Шартлар япылмағаны үшін ерлі акимет бір чоқ жидди хаталарға yol қойған. Бұны есе Анкарада өткерілген Конгресс көстерді дей Ситумир Неметулаев. Душманын yok етілген арби техникасына 720 bin гривна. Бұл қадар параны ато зонасында қызмет еткен аскерлер алды. Бұақта Украина Мудафа Назирлігінде білдірелер. Бұндан да ғайры атода иштирак еткен 67 bin аскер женкевер статусына наиль олды. За знищену техніку противника українські військовослужбовці вже отримали більше 724 тисяч гривень. Крім того, бійцям виплачено понад 2,5 мільйона гривень за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділу, а також близько 43 мільйонів гривень за безпосередню участь у виконанні у бойових діях. Украина Русияге кенеді Хайсир Джемилевні қайтармақ талабынен шықты. Чүнки евелке соравға Русия қола қасмаған еді. Евелсі Украина махкемесі Мустафа Джемилевнің оғлыны инсанны өлдіргені үшін 3 жыл ве 8 ай апс жезасыны белгіледі. Краснодар махкемесі де Хайсирні қабатлы танып 5 жылға апс жезасыны тайынледі. Беллік инсан ақларыны Қорчалав Авропа конвенциясына ве Русия анайсасының 50-ші мадесіне көре бір инсан бір іш бойынша 2 кере жезалана білмей. Қырымдаки самооборона Украинаға қол тұтып тешвиқатыны тарқатқан геншіні яқалаған. Оларының интернет сайфесінде олған малиматқа көре яқаланған 16 яшлы генш. О Украина тимсалинен Демир-Yol вокзалында кезініп юре екен. Самооборона білдіргенне көре осанки бастырған экстремистик материалларыны тарқатқан. Оларының сайфесінде Санки Қырым Украина қайтарajағы үшін чағырулар қайдетілген. Тешвиқат материаллары алынған сон геншіні евіне yolлағанлар.
Интернетте Амон Бифус фестиваль иштиракчыларыны көтеклегені пейда oldu. Белли ки августун бірінде Кезлев живарындаки Поповка койынды Амон хадимлері фестиваль өткерілген ерге ве койге yollarını қапатқан еді. Что вы делаете? Вы что, вообще, что ли? Совсем? Украинаның 3-ші президенті Виктор Ющенко журналистлерге Жерар Департье Владимир Путинге несбетен гүзел сөсленмегенін білдірді. Ющенко қатырлатты ки, оның айлесі чоқтан Франкистан актерінен таныш. Оның шымдыке Путинге олған sevgisini аңлап оламай, кечкен авта Жерар Департьеге 5 жылға Украинаға кірмеге ясақ еткен еділер. Этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. Причем это он говорил десятки раз. С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире. И я считал, что это были его убеждения. Мөйлиф ақлар өзерінде аңлашмамазлық. Қырым-татар классигі Эшреф Шемизадының оғлы Айдын Шемизаде тек аңлашма олса Евсаневи Алиме Абдынанова ақында yazылған есеріні санада көстерілмесіне разы. Театрда есе аңлашма имзаламаға истемейлер. Тәпсілетлі жа бізім левхамызда. Мөйлиф ақларының құланмақ үшін анлашмақ керек. Бұл ақта Қырым-татар классигі Эшреф Шемизадының оғлы Айдын Бей білдірді. Я в любой момент с радостью предоставлю литературный источник театру. Но без договора это не делается. Договор дает мне, наследнику имущественных и смежных прав, возможность просмотра и одобрения сценической обработки произведений. Без этого, как я уже сказал, в цивилизованном мире никакие права на произведение не передаются. Хатырлатмақ керек ки Қырым-татар театрында июнде көстерілмесі планлаштырылған Алиме спектаклінің премьерасы лягу етілді. Спектаклінің Эшреф Шемизаде Евсаневи Алиме Абдынанова ақында yazған дестаны есасында қойылмақ керек еді. Себебі театр мудирі Билал Билалов ве Дестан Муэлевнің оғлы Айдын Шемизаде арасында олған анлашмамазлық. Потом, значит, в феврале этого года, 15-го, был телефонный разговор с директором Крымско-Татарского музыкального театра Беляловым. Я сказал Белялову, что как обладатель авторских прав на произведение Эшрефа Шемизаде я дам разрешение на сценическую обработку поэмы Алиме и постановку спектакля с удовольствием, с радостью. Но должен быть заключен договор между мной и театром. Это норма. Почему-то Белялов ответил, что он отказывается в таком случае от намерения ставить спектакль по поэме Алиме. Даваны иштимai ағларда пек фаал музакерет. Бірілері Муэлевнің оғлыны қабатлайлар, санки о театрден пара алмақ істеген. Дегерлері есе она қол тұталар. Қануни мирасчы Муэлевні қоршалаған қанунға есаслана. Қанунға көре Муэлев мерхум олған сон 70 ел девамында мирасчыларыны рұқсетіні алмаздан әсірнен құлланмақ веденіштірмек ясақтыр. Мирасчы әсірнің деніштірілігі вазиетіні дада кергінлешкеніні білдіре. Қырым-татар театр мудиры Билал Билалов юз берген вазиет бойынша изат бермеге редетті. Нам не о чем говорить, потому что нет предмета разговора. Пьеса не выпущена, спектакль не выпущен. Если он был бы выпущен, тогда нет предмета конфликта просто, нечего показывать. Спектакль не поставлен, поэтому говорить не о чем. Вот и все. Если ребенок не родился, о чем говорить? Театрның сабық матбуат кәтібі арзы Селим білдіргеніне көре еллар девамында бойле вазиет бірінші кере юз берді. Селим умютете ки театр мудиры вемирасчы озара келішерлер. Да, вы правы, должно быть все по правилам. Авторские права должны быть защищены. Но мне кажется, вот в наших вот крымско-татарских реалиях, когда тут больше как бы такие человеческие отношения должны быть между людьми, и я думаю, что нужно думать все-таки о конечной цели. А конечная цель, чтобы произведение нашего великого Эшрефа Шемизаде, оно прозвучало на сцене, чтобы произведения других классиков тоже звучали. Вот это наша конечная цель.
Спектакльнің премьерасы июньнің 16-ында кечмек керек еді. Ләкин премьераға бір қачкун қалғанда ойынны ред еттілер. Нумайышта іштірак етмеге азырланған актерлар шашмалаған алда болыналар. Нияра Сулейманова, Нариман Эмиров, Заман, АТР. Бұл ноқтада яйнымызны екулейміз, эфирімізді ер вақт олған екебі, бұл ек кино девам әте, АТР-ле олыңыз.